Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 78-ші сабақ жұрнақ пен жалғау. Егер видео ұнаса соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Жұрнақ пен жалғау. Біз бұл тақырыптан берілген сөзді сөз құрамына қарай талдай аламыз. Және де дереккөздерден қажетті мәліметті табуды үйренеміз. 57-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Қажымұқан Мұңайтпасов қазақтың атақты палуаны. Ол әлемнің бірнеше дүркін жеңімпазы. Қажымұқан 14 жасында саудагер байға жалшы болады. Қыс мезгілі. Бірде бай оны ат шанамен шөп алып кел деп жұмсайды. Қайтар жолда қар қалың болып, ат шананы тарта алмай зорығып өледі. Қажымұқан шананы атымен бірге өзі сүйреп алып келеді. Қажымұқан туралы басқа да мәліметтерді энциклопедиядан біліп ал. Қарамен жазылған сөздердегі жұрнақ пен жалғауды ажырат. Мұнда бізде қарамен берілген сөздер саудагер, жалшы және шанамен. Саудагер сөзінде түбірі сауда, гер, жұрнақ. Жалшы деген сөзде түбірі жал, шы, жұрнақ. Ал шанамен деген сөзде түбірі шана, мен, жалғау. Келесі 58-ші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Қажымұқан қазақтың атақты палуаны. Ол әлемнің бірнеше дүркін жеңімпазы. Әр сөйлемдегі қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына қарай талда. Мұнда бізде қарамен жазылған сөздер палуаны және жеңімпазы. Палуаны деген сөзде түбірі палуан, бізде тәуелдік жалғауының үшінші жақ жалғауы. Ал жеңімпазы деген сөздің түбірі жеңімпаз, тәуелдік жалғауының үшінші жақ жалғауы. Дәптерге әдемілеп қатесіз көшіріп жазып аламыз. Келесі 59-ші жаттығу. Өлеңді жатқа жаз. Палуан-ай палуан, әдіс керсің алуан. Жекпе-жекке шығасың, қайсың бұрын жығасың. Қарамен жазылған сөзді сөз құрамына қарай талда. Палуан сөзіне бірнеше жалғау жалғап айтты. Үлгі палуандар. Мұндағы қарамен жазылған сөз әдіс керсің, түбірі әдіс, кер, жұрнақ, сің, жалғау. Палуан, палуандар, палуанның, палуаннан, палуанмен, палуанды деген сияқты түрлі жалғауларды жалғап жазуға болады. Келесі 60-ші жаттығу. Жұмбақты оқы, шешуін тап. Ойынды бұзсаң күш қылып, тоқтатады ысқырып. Жұмбақтың жауабы төреші. Төреші сөзінде түбірі төре, ал шы бізде жұрнақ. Келесі шығармашылық үзіліс. 61-ші жаттығу. Тәжірибе жаса. Кітап сөзіне пен, хана қосымшаларын жалғап көр. Қай сөздің мағынасы өзгерді? Неліктен деп ойлайсың? Кітаппен деген сөзге түбірі кітап, пен жалғауын жалғасақ, түбір сөзге жалғау жалғанса, сөзді басқа сөздермен байланыстырады. Ал кітап сөзіне хана деген жұрнақты жалғасақ, түбірі кітап, хана, жұрнақ болады. Түбір сөзге жұрнақ жалғанғанда сөздің мағынасы өзгереді. Зерттеу барысында түбір сөзге жұрнақ жалғанса, сөз мағынасы өзгеретініне көзіңді жеткіздің. Түбір сөзге жалғанған жалғау сөз бен сөзді байланыстыратынын тәжірибе арқылы байқадың.